Ақтөбеде осы күндері пневматикалық мылтық атудан мерген ару 2025 ашық республикалық чемпионат өтіп жатыр. Ұлы Отан соғысының батыры Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына орай ұйымдастырылған спорт шарасында 100 ару бақ сынауда. Кентау қаласынан келген Аружан Оразбаева үшін бұл спорттағы бірінші ауқымды жарыс. Чемпионатқа ол соңғы 3 ай бойы бар күш-жігерін салып дайындалған. Пневматикалық мылтықтан атумен 1,5 жылдан бері айналысқан. Арманы ауылына жеңіспен оралу. Бірақ қарсыластарда осал емес сияқты. Ақтөбеге республикамыздың барлық өңірінен мен деген мерген қыздар жиналған. Көбіне өзіне сенімділік болу керек. Қыздар өзіне сенімді болмаса, ол жеңіп кете алмайды ештеңені. Зрение маңызды. Телефон көрмеу керек, телефон көп ұстамау керек. Оның да бір мезгілімен ұстау керек. Уақытысымен. Чемпионатқа қатысушыларды әсіресе Әлия Молдағұлова туралы мәліметтер қызықтырған. Қаршада айынан мектепте оқып жүріп, Әлия снайперлер курсында ең үздік мерген атаныпты. Ұлы Отан соғысының батыры Әлия Молдағұловаға еліктеген атқыш қыздар оның ерлігін өнеге тұтты. Ақтөбеде мұндай спорт шарасы бірінші рет өткізіліп отыр. Чемпионатқа Астана мен Алматы және 8 облыста мектеп оқушылары келген. Олар 10 метр қашықтықтан әрбір атысқа 100 ұпайға дейін жинауға тиіс. Бүгін жарыстың екінші күні өтіп жатыр. Бірінші күні кеше өтті. Жалпы келген командалардың дайындығы, шеберлігі өте жоғары екен байқауға болады. Үлкен дайындықпен келген барлық командалар. Жарыстың бәсекелестігі өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Чемпионат қорытындысы бойынша топтық және жеке жарыста жеңіске жеткендерге дипломдар мен ақшалай сыйлықтар және кубоктар беріледі. Сондай-ақ Ұлы Отан соғысының батыры Әлия Молдағұлованың есімімен аталатын мұражай атынан медаль табысталады. Айзат Тұрғынбекқызы, Эльмира Ержанова, Азамат Көбегенов, 7-ші арна.